Ассаламуалейкум, құрметті көрермендер. Егер сіздер машина оталдырған кезде стартер айналып тұра беретін болса, немесе групп контактілеріңіз істен шыққан болса, онда дәл осы видеоны көру арқылы сіздер машиналарыңызды қайта қалпына келтіре аласыздар. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін ең алдымен бізге 30 амперлі предохранитель және кнопка, сондай-ақ 4 контактілі реле керек болады. Енді бұларды қалай жалғаймыз? Ең алдымен аккумулятордың плюсынан предохранительге проволока шығарамыз. Және екінші жағынан оны реленің 87-ші контактісіне алып барамыз. Және осы предохранительден кейін кнопкаға екінші проволоканы жалғаймыз. Бұларды жалғап болғаннан кейін кез келген массадан немесе аккумулятордың минусынан реленің 85-ші контактісіне проволока шығарамыз. Сондай-ақ кнопканың екінші ұшын реленің 86-ші жағына, яғни 86-ші контактісіне жалғаймыз. Соңында бізде қалды, ол реленің 30-ші контактісі, оны стартердің қызыл проволокасы болады. Осыны шығарып тастап, осының орнына мына жерден проволока шығарып кіргізесіздер. Осының барлығын дұрыстап қосып алғаннан кейін зажиганы қосасыздар, кнопканы басасыздар, машиналарыңыз оталады.